Бәріне сәлем. Бұл видео бітіруші түлектерге медицинаға түскісі келетін жандарға арналады. 2018 жылға дейін 5+2 болып оқу саласы болған, ал 2019-дан бастап 5+1. Ол дегеніміз 5 жыл теориялық білім аласыздар, 2 жыл интернатурада практикалық білім алатын едіңіздер. Ал қазір ол 1 жыл болып өзгертілді. Бірінші курста сіздердің өтетін пәндеріңіз анатомия, физиология, одан кейін мектептегі тарих сияқты пәндеріңіз, медициналық генетика, медициналық биофизика. Бірінші курс көбінесе қиын болмайтын, бірақ қазір 5+1-ге ауысқандықтан бірінші курста сіздер гистология пәнінде қосып өтесіздер. Екінші курста біз анатомия, физиология, одан кейін генетика, визуалды диагностика пәндерін өтетінбіз, одан кейін иммунология пәнін өттік. Қазір кезде оған қосымша үшінші курста өтетін де пәндер патан, патфиз қосылуы мүмкін. Ал біз үшінші курста патан, патфиз, топографиялық анатомияны өттік, клиникалық ішкі аурулар пәнін өттік. Одан кейін тағы да визуалды диагностиканы өттік. Үшінші курс көбінесе сәл қиындау курс болып келеді. Алғашқы 3 жылда білімдеріңіз жақсы қалыптасып, жақсы естеріңізде қалатын болса, 4-5 курс сіздер үшін қиындық туғызбайды. 4-5 курста уже циклдық жүйеге көшесіздер, яғни тек аптасына 4-5 пән емес, тек бір пәнді өтесіздер. Ол пәнді 1 апта немесе 2 апта бойы өтулеріңіз мүмкін. Мысалы, балалар ауруы, акушерия, гинекология циклы, хирургия циклы сияқты болып бөлініп кете береді 4-5 курстарда. 4 курс өткеннен кейін 5 курста сіздер оны тереңдетілген күйде бағанағы неврологиялық аурулар, урология, офтальмология, лор сияқты болып бөлініп бітеді. 6 курстан бастап осылардың барлығын сіздер тәжірибе жүзінде іске асырасыздар. Жалпы медицинада оқу қиын емес, сіздерге қажеті тек дұрыс білім алып, дұрыс оқу.